Семей қаласында әлемнің үздік 100 университетінің тізіміне енген ақш университеттерінің өкілдерімен кездесу өтті. Кездесу барысында Семей қаласының Шәкәрім атындағы университетінің базасында Америкалық университеттің филиалын ашу мәселелері талқыланды. Мамандарды даярлау өңірде қажет ететін ауыл шаруашылығы, биотехнология, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, инженерия, педагогикалық мамандықтар бойынша озық технологияларды пайдалана отырып жүзеге асыру жоспарлануда. Бұл жұмыстар мемлекет басшысының Семей қаласының жоғарғы оқу орындарында батыстың үздік университеттерінің филиалын ашу жөніндегі берген тапсырмасы негізінде атқарылады. Семей қаласында Сұңқар лақапатты ит сынақ барысында 14 секундта жасырылған есірткіні тапты. Есірткі орнына есірткі алмастырғыш каннабис кинологиялық жаттығу құралы қолданылды. Әскери полиция басқармасы мамандарының айтуынша, Сұңқар бұл жетістігімен тоқталмайды. 4 аяқты ізгесуші алдағы уақытта халықаралық армия ойындарында өз бағын сынап көрмек. Күтпеген оқиға әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштеріне қарасты 31-767 әскери бөлімнің саптық алаңында орын алды. Абай өңірлік гарнизонының әскери полиция басқармасы жеке құрам алдында қызметтік итті сынақтан өткізеді. Басқарманың кинолог мамандары қаз-қатар тізілген әскери қызметшілердің біріне есірткі алмастырғыш затты жасырған. Бұдан кейін секундомерді іске қосып, иісшіл итті қарға бауынан босатып, есірткі іздеуге әбден машықтанған Сұңқар есімді бельгиялық овчарка шапшаң қимылдап, қалтасына күдікті зат жасырынған әскериді дереу тапты. Саптық алаңды тінтудегі небәрі 14 секундын сарп еткен қызметтік иттің әрекеті жеке құрамның таңданысын туғызды. Сұңқар арнайы үйретілген, кәсіби тәжірибеден өткен. Ол халықаралық армия ойындарындағы адал дос атты кинологтар арасындағы сайыста 2 мәрте жүлделі орынға ие болған. Алдағы уақытта Беларусь елінде өтетін кинологтар сайысына жаттығуда. Шара барысында ол иесімен бірге жау көзіне көрінбей шабуылдау әдістерін көрсетіп, сонымен қатар есірткі алмастырғыш затты казарма мен көлік ішінен жедел түрде табу шарасына белсене қатысқан. Бүгінгі Абай өңірлік әскери полиция басқармасының ұйымдастырған іс-шарасы менің көңіліме өте жақсы әсер сыйлады. Өйткені Сұңқар атты итпен кинолог маманның екеуінің сыралғы достай бір-бірін түсінісуі мен үшін өте жақсы оқиға болды. Мен болашақта әскери қызметімді кинолог маман ретінде жалғастырғым келеді. Бұндай іс-шаралардың басты мақсаты әскер қатарында есірткімен байланысты қылмыстардың алдын алу, яғни болдырмау, ізін кесу. Яғни бұл әскери полиция органдарының бастапқы бірінші міндеті болып табылады. Осыған сәйкес біздер қызметтік иттерді қолданып, осындай іс-шаралар жиі тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрады. Абай облысының киелі Абай жеріне Шәкәрім университетінің делегациясы Шәкәрім керуені кешенді жобасы аясында жұмыс сапарымен болды. Жобаға университет басшылығы, Абай ауданы әкімдігі, білім беру ұйымдарының басшылары мен ұстаздары және мектеп түлектері қатысты. Абай ауданының әкімі Нұржан Әбдікаримов керуеннің маңыздылығына тоқталып, университет ұжымына алғысын білдірді. Абай ауданында қызмет атқарып жүрген білікті мамандардың 80% Шәкәрім университетінің түлектері дейді аудан әкімі Нұржан Оразбекұлы. Керуеннің басты міндеті ауыл мектептерімен байланысты күшейту, өз ауылына қызмет ететін жас ұрпақты тәрбиелеу дейді өз сөзінде университет ректоры Бауыржан Амангелдіұлы. Сапар барысында ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емелбаев мектеп түлектеріне мамандық таңдау бағытында кеңес берді. Тестілеудегі өзгерістер мен талаптар жайлы ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Және де мүмкіндігі шектеулі ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және толық емес отбасынан шыққан түлектерге түрлі байқаулардың жеңімпаздарына Шәкәрім гранты табыс етілді. Шәкәрім керуені Абай аудандағы сапары сәтті аяқталып, келесіде Бородулиха, Бесқарағай аудандарында жалғастыруды жоспарлауда. Астана қаласында грек-рим еркін және әйелдер күресінен Азия чемпионаты өтуде. Аталған жарыста жерлесіміз Нұрсұлтан Тұрсынов грек-рим күресінен сынға түсіп, 87 келі салмақ дәрежесінде күміс медальға ие болды. Және де 7-9 сәуір аралығында Алматы қаласында өткен Бекет Махмутовты еске алуға арналған дзюдодан жасөспірімдер мен жастар арасындағы Азия кубогінде Үржар ауданы Мақаншы ауылынан шыққан жас палуан Ажар Асхатқызы жеңімпаз атанды.